Сәлем көрермен, сізбен бірге Fortress of History каналы видео бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып жайғасыңыз. Біз бастаймыз. ақш, Техас штаты, Калуфман 8.000 адамы бар қала. 2013 жылы осы қалада әділдікке қарсы кек болды. Бұл оқиғаның басты кейіпкері ол Марк Харси. Марк Харси Даллас қаласында прокурор болып жұмыс істеді. Оның көп жұмысы ұйымдасқан қылмыстық топпен байланысты болды. Орта жастан асқан Марк Харси үлкен қаладан шаршағаннан кейін, ол Кауфман қаласына көшіп сол жерде жұмысын жалғастырды. Ол бас прокурордың ассистенті болып жұмыс атқарды. Енді ол есірткі, кісі өлтіру, қылмыстық топтармен жұмыс істемеді. Ол күнделікті болатын ұсақ заң бұзушылықпен айналысты. Жаңа орында Марк Харси туралы жақсы пікірде болды. Оны өте білімді маман ретінде таныды. Марк Харсидің тыныш өмірі 2013 жылы 31 қаңтарда аяқталды. 911 тыңдап тұр. Қазір ғана Грув және Мэдисон көшелерінің қиылысында бір адамды атып кетті. Харси, Алла, бұл прокурордың ассистенті Марк Харси ғой. Шамамен сағат таңғы 9-дарда прокуратураның қасында 5 рет атылған оқтың дауысы естілді. Бірнеше секундтан кейін тағы 3 рет оқ жаудырды. Жуырда полиция сол жерге келіп, олар қансырып жатқан Марк Харсиді көрді. Марк Харсиді атқан адамдар ешқандай із қалдырмады. Атылған оқтың жерден де қалдырмаған. Осыған орай полиция дайындалған кәсіби адамдар болуы мүмкін деді. Бір куәгердің айтуы бойынша түгелімен қара киінген, қара маскада болған адам Марк Харси атып, жеңіл ақ көліктің артқы есігіне секіріп кірді, содан көлік кетіп қалды. Екінші куәгер қаншердің түрін байқамаған, бірақ олардың арасында болған диалогты естіген. Ол диалогта Марк Харси жоқ, мен кешірім сұраймын деп айтқан. Тілшілер жиналған кезде Марк Харсидің бастығы сөз сөйледі. Ол қаншерлерді міндетті түрде ұстайтынын айтты. Уақыттарын бар кезде демалып алыңдар, мен сендерді ұстаймын деп қаншерлерге айтты. Келесі күні Кауфман қаласына ФБР және басқа органдар келді. Барлығы Марк Харсидің бұрында айналысқан, қазір істеп жатқан істеріне байланысты кек болуын түсінді. Соңғы 3 жылда Марк Харсидің істерін қарастырды. Олар Кауфманда істеген жұмыстарының қатысы жоқ деп шешті, өйткені Кауфманда ондай бір ауыр қылмыстар болмаған. Марк Харсидің өлімінен 4 апта өткеннен кейін, полиция сайтына анонимді түрде бір адам хат жазды. Ол хатта қаланың бір кафесінде 2 ер азамат барда Марк Харсидің өлімі туралы көп әңгімелесті. Теледидарда болмаған ақпараттарды олар айтып жатқанын естіген. Бұны жазған адам аноним болғандықтан және қай кафе, әңгіме құрған ер азаматтардың қандай киімде болғанын белгісіз болғандықтан бұл іс ары қарай жүрмеді. Марк Харси өлтірген адам кім және оның жүргізген қайсысына байланысты екенін полиция беймәлім болды. Марк Харсидің өлімінен 7 апта өткеннен кейін, Колорадо түрмесінің бастығы үйінің алдында көз жұмды. Оны үйінің алдында атып кетті. Оны істеген нацистік ұйымдасқан қылмыстық топтың адамы еді. Осыдан бастап бұл топты ұстаған, түрмеге жапқан қызметкерлердің бәрі қорқып, өмірлеріне алаң болды. Түрменің бастығын өлтірген қылмыскерді полиция табады. Ол қаншер көлігіне отырып қашады. Оны қуған полиция оны ұстап тергей алмады, өйткені ол көлігімен үлкен жүк көлігіне соғылып дерт болды. Қылмыскер өмірін тапсырғаннан кейін тергеу біраз уақытқа дейін тоқтады. Уақыт өте келе тағы да осы іске қатысты адамдар қайтыс болды. 30 наурыз күні Марк Харсидің бастығы, яғни Майк Маклиннің үйінде туыстарымен үлкен отырыс болу керек еді. Сол күні азанда Марк Маклинге және әйеліне туыстары хабарласты, хат жазды. Олар телефонға жауап бермеген соң, туыстары үйлеріне баруға жол тартты. Туыстары үйге жеткен кезде есіктің алдында оқтың жеңдері және есік ашық болды. Үйге кірген кезде еденде жатқан Майк Маклин мен оның әйелі Синтия екеуінің мәйітін көрді. Екеуінде тапаншамен атып кеткен. Қаншер таңғы 7-де сол ақ көлікпен келіп, тапаншамен 20 рет оқ жаудырған. Келесі күні полицияның сайтына анонимді біреу былай хат жазған. Біз сіздердің назарларыңызды аудардық па? Енді сіздер бізді тоқтата алмайсыздар.
бұл тек басы деп жазған. Майк Маклиннің өлімінен кейін тергеушілерге қаншерді табуға оңайға түсті. Өйткені Марк Хассимен және оның бастығы Майк Маклин екеуінің ортақ іс екендігін, яғни екеуі түрмеге отырғызған адамның кегі екендігіне көздері жетті. Бұлар екеуі көптеген адамдарды түрмеге отырғызған. Солардың ішінде Эрик Уильямс деген адам бар еді. Эрик Уильямс сотта адвокат болып жұмыс жасаған еді. Ол жұмыстан 3 ескі монитор ұрлады деп оны айыптап түрмеге жапқан еді. Бірақ ол түрмеге отырмай, уақытша мерзімге шыққан. Бірақ ол адвокат лицензиясынан айырылды. Таныстарының айтуы бойынша бұл іс мониторлар ұрланған емес, екі прокурордың адвокатқа баяғыдан тіс қайрап жүргені және мониторлар оларға адвокатты жабуға себеп берді. Полиция Эрик Уильямсқа барды. Оның компьютерін тексерген кезде, ол соңғы уақытта екі прокурор туралы ғаламтордан көп ақпарат іздеген және ақ көлікке құжаттар табылды. Көлік өтірік адам атына тіркелген болып шықты. Үйден тағы логин мен пароль табылды. Ол полиция сайтына кіруге арналған еді. Эрик Уильямсты тұтқынға алды. Келесі күні бұл жағдайды естіген Эрик Уильямстың танысы полицияға келіп ақпарат берді. Бірнеше ай бұрын Эрик оған келіп көлік тұрағын өз атына жалға алуды сұраған. Полиция сол тұраққа барып сол ақ көлікті табады. Одан басқа полиция белдеулері, полиция киімдері, автоматтар, тапаншалар және тағы басқа заттар табылды. 2013 жылы желтоқсан айы Эрик Уильямсқа қарсы сот басталды. Сот барысында тағы да бір адамның бұл іске қатысы бар екені белгілі болды. Прокурордың көмекшісі Марк Хассиді көшеде атқан Эрик Уильямс көліктің артқы жағына отырды. Рөлді оның әйелі Ким болған, және оны бәрі білген, және тапаншаны қайда тастағаны туралы ақпарат берді. Олардың келесі адамы, яғни келесі құрбаны сот басшысы болу керек еді. Эрик Уильямс оны арбалетпен өлтірмекші еді. Соттың шешімі бойынша Эрик Уильямс өлім жазасына, ал әйелі Ким 40 жылға түрмеге жабылды. Достар, қалай ойдайсыздар? Болмайтын 3 монитор үшін жабуға болар ма еді? Жаппаса сонша өлім болар ма еді?